Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Наурыз мерекесі құтты болсын барлықтарыңызға. Осы наурыз мерекесіне сай абоненттерге, Билайн абоненттеріне, Теле2 абоненттеріне, Актив және Кисель абоненттеріне өздеріне кішігірім подарок жасап жатыр екен, сыйлық. Сол сыйлықтарды қазір қалай алу керек екенін көрсететін боламын. Қазір мен бірінші кезекте Билайндағы жаңағы сим картаның ішінде ақша бар жоқтығын тексеріп алайын, және ішінде мегабайт жоқ бар екен, чтобы сіздерге жаңа көз жеткізу үшін өтірік анау мынау деп айтпайтындай. Қазір мен ішіндегі гигабайт, яғни тарифті көрсетейін дегенмін сіздерге. Қазір мен сообщение келді. Менде осындай тариф, бірақ менде қосылмаған. Қазір енді соны тексеріп көрсетемін. Менде мегабайт бар ма жоқ па, Билайнда. Билайнда 1 гигабайт беріп жатыр сыйлыққа. 1 гигабайтты қалай алуға болады, соны көрсететін боламын қазір. Қазір жаңағы менде мегабайт бар жоқтығын тексереміз. Жылыша 106 решетканы теріп, сосын SMS келу керек қазір. Қазір күте тұрайық. SMS келді. Күнделікті топтама жарамды емес, теңгерімді 105 теңге толтырыңыз. Жарқын 1590 промо деген толтырыңыз деп тұр. Менде қысқасы тариф қосылмаған, қазір жерде мегабайт жоқ ешқандай. Қазір енді жаңағы сыйлықты алатын боламыз. Жұлдызша 22 решетканы тереміз. Жібереміз. Яғни Билайнмен осы 1 гигабайтты осылай аласыздар. Сұрағыңыз өңделуде, орында өңделу туралы есіміз қазір жетеді дейді. SMS келді. Қазір ашып көрейік. Билайннан сізге 1 гигабайт берілді. 106 парменте немесе менің Билайннан тексерсеңіз болады дейді. Жарамдылық мерзімі 30 күн екен. Наурыз мерекесі құтты болсын. Осы наурыз мерекесіне сай осы 1 гигабайт алсаңыздар болады. Жұлдызша 22 решетканы терсеңіздер алсаңыздар болады. Билайннан бұл. Ал енді сіздерге қазір Теле2-дан қалай алу керек, яғни алуға бола ма, соны көрсетемін. Оның үшін қазір Теле2-дан өзім балансымды көрсетейін. Қазір менде тариф бар, бірақ ертең біткелі отыр. Сонда да қазір менде қалған қалдығымды және соған бонус ретінде қанша береді екен, соны көрсететін боламын. Қазір менде тарифті тексеріп көрейін, қанша ішінде гигабайт қалды екен. Қазір SMS келу керек. SMS келді. Қазір көрейік. Қалғаны менде 10 минут 71 секунд 1940 мегабайт қалыпты да. Қазір осыған көрейік. Қазір менде жағдай осындай өп тұр. Қазір енді теріп көрейік. Жұлдызша 10 деп тереміз. Теле2-дан жаңа сыйлықты алу үшін. Тереміз, басамыз. Бонус берілді деп шықты да. Қазір енді күтейік, SMS келемей екен. SMS келмейтін сияқты. Қазір өзіміз тексеріп көрейік. Жұлдызша 123, жұлдызша 1 решетка деп тереміз. Қазір тексеріп көрейік, берді ме, бермеді ме екен. Жаңада мен өзім ақшаға сатып алған жаңа абоненттік тұрған еді мегабайттарым. Қазір енді көрейік, берді ме, бермеді ме екен. Қазір SMS келеді. SMS келді. Енді көрейік. Беріпті. Призывой дейді. Призывой IP 5120 мегабайт. 22.04 апрельдің 22-сіне дейін берілді. Достар, көрдіңіздер ғой, қалай алу керек екен. Теле2-дан осылай аласыздар сыйлықты.
жұлдызша 10-10 решетканы терсеңіздер, осындай сіздерге де сыйлық береді, яғни сыйлық алуға болады. Сосын сіздерге тағы қосымша актив және кеселден қалай сыйлықтарды алуға болады, соны қазір экранға қойып қоямын, осы парменде теріп алсаңыздар болады. Менде актив және кесел сим-картасы жоқ, сондықтан бұл жерде қазір көрсеткен жоқпын. Егер кімде сондай актив және кесел сим-карталар бар, сол сыйлықтарды алып алсаңыздар болады. Сол достар, сау болыңыздар.